Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, өте әдемі ашытылған рогаликтер дайындап көрсетемін. Жұмсақтығы осындай өте жұмсақ болады. Ортасына өз қалауларыңызша начинка салсаңыздар болады. Менде шоколад. Үйдегі қол жетімді заттармен жасаймыз. Видеоны достар соңына дейін қараңыздар. Керекті ингредиенттер: ұн, сүт, қаймақ, өсімдік майы, тұз, ванилин және 2 жұмыртқа, ашытқы, қант. Осы ингредиенттерді пайдаланамыз. Ұнымызды алдын ала ситадан өткізіп аламыз. Ыдысымызға жылы сүтімізді құйып, ашытқы және қантымызды 2-3 қасық ұнды салып, араластырып, жақсылап 10-15 минутқа жылы жерге қоямыз. Міне қараңыздар, ашытқымыз кереметтей көтерілді. Енді осы ашытқымызға өсімдік майын, 2 жұмыртқамызды алдын ала араластырып қосамыз. Қаймақты қосамыз және ваниль мен тұзды қосып, жақсылап араластырып, ұнымызға қосып елейтін боламыз. Ашытқымызды 2-3 бөлікке бөліп, лопаткамен араластырып алып, одан кейін қолмен елейтін боламыз. Өте жұмсақ қамыр шығу керек. Қамырымызды илеп болдық. Өте жұмсақ шығады достар. Енді 1-1,5 сағатқа жылы жерге бетін жауып қоямыз. Достар, қамырым 2 есе көтерілді, прям үлпілдеп. Енді рогаликеге қамырды жазамыз. Қамырымыз өте жұмсақ, видеода көрсетілгенде. Енді рогаликеге қамырды жазамыз. Қамырымызды жазып шықтық. Енді қалауларыңызша кессеңіздер болады. Начинкаға менде ақ пен қара шоколад және қант қосатын боламын. Өз қалауларыңызша варенье, жаңағыдай вареная сгущенка, басқа да көптеген шоколад деген сияқты начинкалерді қоссаңыздар болады. Қамырдың жарты бөлігіне май жағып, қант себелеймін. Өзім тәттіні жақсы көремін, сондықтан өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Протеинге рогаликемізді салдық. Енді жұмыртқаның сары-уызын араластырып, рогаликемізге жағып, мак, кунжут немесе қант жақсы сепсеңіздер болады. Менде кунжутты сеуіп шығамын. Достар, міне газдың ішінен сіздерге прям піскен уақытында сразу көрсетіп жатырмын. Прям үлпілдеп, керемет көтеріліп піскен. Қараңыздар. Өте тамаша, иісі прям керемет шығады. Достар, міне рогаликеміз дайын болды. Өте әдемі, жұмсақ, өте нәзік шығады. Сіздерге ыстықтай бөліп көрсетіп жатырмын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Менің сүйікті рецептілерімнің бірі. Достар, егер де сұрақтарыңыз болса, ұсыныстарыңыз болса, комментарияға жазып қалдырып кетсеңіздер болады. Алдағы уақытта тағы да керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Менің каналымда болыңыздар. Сіздерге ас болсын.